Тағы айтатын дегенім, ел айтып жүреді. Бурабайдағы демалыс өте қымбат. Әрине, қымбат болу да бекер емес. Бұл халық арасында екінші Швейцария атанған, табиғаты ерекше көркем курорттық өңір. Мұнда Абылайхан алаңы, Оқжетпес пен Жұмбақтас, мөлдір көлдер, қарағайлы ормандар және марал шаруашылығы сияқты көрікті жерлер көп. Және Бурабайдың ауасы өзгеше фитоциттерге бай, қылқан жапырақты ормандардың арқасында ерекше таза әрі шипалы табиғи аусыммен әлемге танылған. Бай таза ауасы йога мен тыныс алу жаттығуларының әсерін күшейтіп, тыныс алу жүйесіне және жалпы ағзаның қалпына келуіне қолайлы ықпал етеді. Бағасына келгенде, Бурабайда тіпті маусымнан тыс уақытта тек тұрудың өзі, тамақсыз және қосымша қызметтерсіз 6 күнге шамамен 480-500 мың теңге тұрады. Ал жан мен тән бағдарламасында 220-250 теңгеге қатысушы тұратын орны мен тамақпен, 16 сауықтыру процедурасымен, йогамен, тыныс алу жаттығулармен және мамандардың сүйеуменен қамтамасыз етіледі. Ең маңыздысы, қолда орталықтан шыққаннан кейін де тоқтамайды. Қатысушыларға пайдалы материалдар мен ұсыныстар жинақталған чат-бот данышпан беріледі. Ал орталық мамандары әрі қарайда байланыста болып, сүйемделудің жағастырады. Сондықтан бұл жай ғана демалыс емес, денені, жан, ішкі күйді қалпына келтіруге арналған, кейінгі қолдауы бар толыққан бағдарлама. Біздің миссиямыз. Біз денсаулық күнделікті қалыптасатын дұрыс әдеттерден басталады деп сенеміз. Сондықтан біз білімді, табиғаттың күшін және салауатты өмір салтының тәжірибелік дағдыларын біріктіреміз. Біздің мақсатымыз адамға дұрыс тыныс алудың маңызын насихаттау, белсенді өмір салтын ұстануға ынталандыру, дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету, күйзелістің дұрыс басқару дағдыларын дамыту, өз ағзасына санаулы түрде жасауға бағыт беру, денсаулығын ұзақ жылдар бойы сақтауға көмектесу. Біздің міндетіміз әр адамның өмір сапасын табиғи жолмен жақсартуға ықпал ету, табиғатпен достасу, аурумен қоштасу. Біздің ұранымыз. Адам дамуының 4 бағыты. Жан мен тән жобасында біз адамның дамуының тек дене саулығымен шектелмейді деп есептейміз. Сондықтан бағдарлама өмірдің 4 маңызды бағытына негізделген. Бірінші, денсаулық. Өмірдің негізі, дені сау адам еңбек етеді, саяхаттайды, балаларын тәрбиелейді және өмірдің әр күніне қуана алады. Екінші, қаржылық әл-ауқат. Дені сау адамның күш-қуаты мол болады. Бұл оған мақсаттарына жетуге және жаңа мүмкіндіктерді жүзеге асырауға жол ашады. Үшінші, үйлесімді қарым-қатынас. Отбасындағы сыйластық, өзара түсіністік, қолдау мен сенім
бақытты өмірдің ажырамас бөлігі. Төртінші, жан тыныштығы. Ішкі тепе-теңдік, ризашылық, жағымды ойлау және эмоцияны дұрыс басқару адамның денсаулығы мен өмір сапасын сақтауға көмектеседі. Біздің мақсатымыз адамның осы 4 бағыт бойынша үйлесімді дамуына жағдай жасау. Табиғи сауықтыру 16 әдісі. Жан мен тән бағдарламасы ағзаны қалпына келтіруге бағытталған 16 табиғи әдісті біріктіреді. Бағдарлама құрамына келесі қызметтер кіреді. Вим Хоф әдісі бойынша тыныс алу жаттығулары, тыныс алу дайындығынан кейінгі қауіпсіз суық сумен шынығу, йога, медитация, массаж, емдік шөп шайлары, ағзаның табиғи тазару үндестерін қолдау, релаксация, музыкалық терапия, шырын терапиясы, бие сүті, түйе сүті, эмоциялыны басқару, күлкі терапия, дұрыс тамақтануға жеке көзқарас сауықтыру жаттығулары. Әрбір әдіс бір-бірін толықтырады. Олардың үйлесімі адамға күш қуатын қалпына келтіруге, сезінуге және пайдалы өмірлік әдеттерді қалыптастыруға көмектеседі. Ал енді өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Бұрын мен салқын судан қатты қорқатымын, тіпті бетімді, қолымды де үнемі жылы сумен жуатымын. Бірақ тыныс алу жаттығуларын кейін денеміз дайындалып, салқын суды мүлдем басқаша қабылдайды екен. Бірде Алматының тауына бізді апарды, Горельник деген жерге. Онда жаңбыр басталды. Жаңбырдың астында қалдық. Жылыну үшін жылы суға түстік. Горельникте жылы су, суық су, осында 2 бассейн бар екен. Жылы суға түскенде қатты тоны дірдей басталдық. Содан кейін бізге салқын суға түсуге кеңес берді. Таң қалдым. Салқын судан шыққан соң денеміз жылу тарап, бірден жылына бастадық. Сондай-ақ шынығудан кейін денені бірден сүлгімен сүртпей өзі жылып кебудіне мүмкіндік беру керектігін түсіндірді. Адам ағзасынан қаншылықты жаратылғанын мені қатты таң қалдырды. Тағы қосып кетейін дегенім, жан мен тән жобаның бағдарламасында барлық филиалдарда аптасына 1 күн экскурсияға арналады. Біз 146 ағымда болғанда Алматы Талғарда бізді Горельникке апарды. Басқа өңірден келген мен үшін ерекше құнды болды. Егер мен өзім ойладым, егер ол жерге өзім бөлек барсам, жолға, тұратын орныма және тамаққа қосымша шығын шығар еді. Бұл аз қаражат емес, ал орталықта жүріп, сауықтыру процедураларын өтіп, тамақтанып, қоймай жаңа жайлы шағын саяхат жасып, бұрын көрмеген жаңа жерлерді тамашалауға мүмкіндік алдым. Ол да жобаның кереметтілігі деп санаймын. Бағдарламадағы тамақтану ерекшелігі. Дұрыс тамақтану бағдарламаның маңызды бөліктерінің бірі. Орталықта болған ішінде қатысушылар ас қорыту жүйесіне
жеңіл табиғи тағамдар көректенеді. Бағдарлама құрамында Марва Аганян жүйесі бойынша дайындалған шөп шайлары, күніне 2 рет көкөністер мен жеміс жидектердің дайындалған смузилары, табиғат бие сүті, табиғи түйе сүті кіреді. Орталыққа бармас бұрын мен де ашығып қаламын деп алаңдадым. Бірақ бұл қорқынышым бекер болып шықты. Смузи, шөп шай, оның бәрі тамақ, сұйық тамақ, ағзаға жеңіл, құнарлы тағам. Мен өзімді жақсы сезімдім және аштықты сезінбедім. Қатысушылар арасында да аш жүрген адамдарды де кездестірмедім. Бағдарлама барысында адам дұрыс тамақтануды ғана үйреніп қоймай, үйіне оралған кезде жалғастыра алатын пайдалы әдеттерді қалыптастырады. Бағдарламада бөлек сіздерді тағы не күтеді? Негізі сауықтыру бағдарламасынан бөлек Қазақстанның қайталанбас табиғатымен жақындырақ таныса алады. Қонақтар үшін Қарағайлы орман, тауға шығу, ұлттық табиғи паркқа экскурсиялар, көлдердің жағасында демалу, монша, сауна, бассейн, интеллектуалдық ойындар, командалық іс-шаралар, скандинавская ходьба, ала жаса лыжи, табиғи және тарихи көркі жермен танысу ұйымдастырады. Біздің мақсатымыз әрбір қатысушы денсаулығын нығайтып қана қоймай, Қазақстанның ең көркем өнерлерін ұмытылмас әсермен қайтуы. Көп нәрсе алады. Салауатты өмір салты туралы білім, пайдалы әдеттер, дұрыс тамақтану дағдылары, тыныс алу тәжірибелері, күнделікті дене белсенділігі, эмоциялық жеңілдік, пікірлес жандармен таныстық, өмірін өзгертуге мотивация, өз бетінше қамқорлық жасау дағдыларын алады. Бағдарламаның басты мақсаты осы өзгерістерді ұзақ жылдарға сақтап қалуға көмектесу. Мен үшін жан мен тән денсаулық туралы ғана жоба емес, бұл болашақ туралы жоба. Сапалы, саналы өмір сүретін адамдарға, дені сау ұрпақ тәрбиелесі келетін отбасы туралы, үнемі білім алып, дамуды тоқтатпайтын ересектер туралы және Қазақстанның табиғи байлығын сақтап, оны келер ұрпаққа аманат етіп, жолындағы ортақ жауапкершілігіміз туралы. Өйткені мықты мемлекет, дені сау, білімі әрі саналы азаматтардан басталады. Алғашқы қадамды бүгін жасаңыз. Құрметті қауым, құрметті достар, біз бірнеше күннен ішінде ғажайып нәтиже уәде бермейміз. Бірақ жаңа өмірге бастайтын алғашқы қадамды жасауға шақырамыз. Денсаулық күнделікті әдетке айналатын өмірге, табиғат күш қуатты қалпына келтіруге көмектесетін өмірге, адам өз денсаулығын мен өмір сапасына жауапкершілікпен қарайтын өмірге, жан мен тән жай ғана сауықтыру бағдарламасы емес, бұл денсаулықты, саналы өмірді және жан мен тән үйлесімін таңдаған адамдардың қауымдастығы. Жан мен тән отбасына қош келдіңіздер. Бүгін денсаулыққа қамқорлық жасау, ертеңгі жоғарғы өмір сапалы кепілі. Көп рахмет.